Рас, біз соғысты көргеніміз жоқ. Ол туралы естідік, фильмдерден көрдік. Кейінгі деректерге жүгінсек, миллиондардың өмірін құрбан еткен Ұлы Отан соғысы жылдары жеңіске жетуге Қазақстанның қосқан үлесі телегей теңіз. Әскер қатарына 2 миллионға жуық қазақстандық боздақтар қатысып, 600 мыңға жуығы майданнан оралмады. Жеңіске жету жолында қазақстандықтардың асқан ерлігі мен әскери жанқиярлығы отан соғыс тарихындағы жарқын беттерге айналды. Уақыт осы ұлы оқиғаға қатысушыларды біздің қатарларымыздан алып кетіп жатыр. Олар азайған үстіне азайып бара жатыр. Бірақ ешкімде ештеңе ұмытпауы тиіс. Себебі бұл біздің тарихымыз, біздің мақтанышымыз, біздің даңқымыз. Сұрапыл соғыста жауды талқандап, ұлы жеңіске жетуге өз үлесін қосқан, жүздеген мың қазақстандықтармен бірге қолына қару алып өз отанының бостандығы үшін күрескен жанның бірі бүгінгі кейіпкерім Оразалиев теріп салады. 1922 жылы 15 маусымда Қаракеткен ауылында дүниеге келген. Ол кісіні 19 жасқа толғанда 1941 жылы соғысқа шақырады. 1943 жылы атамыздың иығына оқ тиіп жараланып, 1945 жылы елге оралады. Даларда келе Данагүл әже екеуі 3 ұл, 4 қыз тәрбиелеп өсірді. Қазіргі таңда балалары мен немере шөберелері Далдабай ауылында тұрады.